Сәлем, қайырлы күн оқырман. Бүгін сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі кереметтей болып шығатын кешкі асқа не болмаса түскі асқа жасайтын осындай кереметтей тамақтың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецепті жоғалтылмас үшін каналыма алдын ала подписка жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта салған сіздерге тамақтардың, түрлі пісіріктердің жаңаша рецепттерімен бөлісіп отырамын. Міндетті түрде сіздер бірінші болып көретін боласыздар. Дәл осындай кереметтей тамақты менімен бірге жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде сіздердің көңілдеріңізден шығады. Алдымен тартылған етіміздің үстінен ұсақтап туралған пиязымызды салып, татымына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап мыжғылап, араластырып дайындап алатын боламыз. Бізде дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, дәл осындай масса дайын болады. Дайын болған массамызды видеода көрсетілгендей етіп, құрт тәрізді етіп, дөңгелектеп барлығын осылай дайындап аламыз. Алдымен қызып тұрған майымызға осылай пиязымызды салып, одан соң картопымызды, үстіне томат пастамызды, туралған сәбіздерімізді салып, кішкене уақыт қуырып алатын боламыз. Кішкене уақыт қуырып, үстінен татымына қарай тұзымызды салып, және қара бұрышымызды салып, дәл осылайша араластырып аламыз. Қара бұрыш салу міндетті емес. Мен қандай тағам жасасам да қара бұрыш салып жасағанды ұнатамын, сондықтан да қосамын. Дәл осылайша подливасын қуырып дайындап аласыздар. Онан соң кішкене қуырып алғаннан кейін үстінен осылай дөңгелек лапшаларымызды тамағымыздың бетіне теріп шығатын боламыз. Мен 12-3 штук осылай дөңгелектелген лапшаларды бетіне теріп алдым. Дәмі өте ерекше болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осы лағмандарымыздың үстіне жаңағы дайындап алған фаршты массаларымызды бетіне қойып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, қолымыздың көмегімен бір рет басып, дәл осылайша дөңгелек лапшаларымыздың бетінен қойып алатын боламыз. Одан кейін барлығын қойып, теріп дайындап алғаннан кейін үстінен осы лағмандарымызды, яғни дөңгелек лапшаларымыздан сәл көптеу болып тұратындай етіп, суымызды құйып алатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп құйып, міне дәл видеода көрсетілгендей етіп құйып алғаннан кейін қақпағын жауып қайнатуға қоятын боламыз. Қайнап шыққаннан кейін міне бізде қайнап шықты. Отты кішкене орташа отқа қойып, тағы да біраз уақыт суы кеткенше бұқтырып аламыз. Және одан кейін барып, кішкене тағы да піскеннен кейін осылайша бетінен өз қалауларыңыз бойынша кез келген сырды қолдансаңыздар болады. Мен сливочный сырымды қолданып, астын төмендетіп, дәл осылайша пісіріп алдым. Өз қалауларыңыз бойынша бетіне укроп сеуіп ұсынсаңыздар болады. Балаларыңызға, отбасыңызға дәмі өте ерекше болып шығады. Рецепт ұнаған болса каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.